Let's start our lesson. Today our theme is the verb to be. Let me introduce my colleague, Mr. Ruslanbek. And Mrs. Anar. So we're starting, please, Anar. So today we are going to talk about the to be. To be етістігі үш бөліктен тұрады. Ол бізде I am деп көрінеді. Үшінші жақта біреу туралы айтатын болсақ, мысалы he is Rustam. She is Anar. Және заттарды айтатын болсақ, it is that laughter. Көпше түрде бізде етістіктер we. Мысалы үшін, we are the teachers. You are a learner. Сен оқушысың. Және they are. Олар, мысалы үшін, they are students. Яғни to be етістігін қолдана отырып, біздер қарапайым кішкентай сөйлемдерді қолдана аламыз. Ары қарай өтейік. Мына кестеде байқап отырғаныңыздай, I am қысқаша формасы I am деп үстің жағында өтірмен, яғни апострофпен белгілесек болады. He, she, it-та бізде дәл солай есімдіктен кейін апострофты қоямыз да, әріпті S-қа дейін ғана қысылдатамыз. Ол бізде яғни his, she's және it's болады. Көпше түрде we, you, they are болған кезде апострофпен we are, you are, and they are деп өзгерте аламыз. Болымсыз сөйлем құрастыратын кезде біздер келесі түрде қысқарталамыз. I am not бізде I am not болады. He, she, it, is not бізде екі нұсқасы болады. Ол he's not, she's not және it's not. Немесе he isn't, she isn't, it isn't. Екеуі бірдей жүре береді, бірақ көбінесе кездеседі бізде мына нұсқасы. Және де көпше түрде we, you, they are not болған кезде we are not, you are not, they are not, немесе we aren't, you aren't, және they aren't. Келесі слайдта бізде балалар сөйлемдер бар, сол сөйлемдермен жұмыс істеп шығайық. Сонымен бірінші сөйлемде бізде Can you close the window, please? I'm cold. Сен терезе жаба аласың ба? Маған суық болып тұр. I'm cold. Немесе келесі сөйлем I'm 30 years old. My sister is 29. Мына жерде I'm деген қысқартылған формасы тұр, және де үшінші жақта біреу туралы айтқан кезде is деген to be етістігін қолданамыз. Келесі сөйлемде My brother is a policeman. He's very tall. Яғни бізде бір to be форма толық нұсқасы болса, екіншісі қысқартылған. Келесі сөйлем John is afraid of dogs. John қорқады иттерден. John деген үшінші жақта оны he деген есімдікпен өзгертсек болады. Және мына жерде to be етістігі тұр. It's 10 o'clock. You are late again. Уақытқа келген кезде ағылшын тілінде көбінесе it's деген есімдікті қолданып кетеміз. Қысқартылған түрі it's. Және де сен және сіз деген есімдікке байқағандарыңызда біздер көпше түрін қолданамыз to be форманы. Яғни you are late again. Келесі сөйлем Anne and I are very good friends. Anne және мен өте жақсы достармыз. Мына жақта көпше түрдегі to be етістігі қолданылған, себебі Anne мен I деген есімдіктерді біз деп өзгерте аламыз. We are very good friends деп. Сондықтан мына жерде are деген to be көмекші етістігі тұр. Келесі сөйлемде My shoes are very dirty. Аяқ киім екі туфли десе, бізде ағылшын тілінде көпше түрін көрсетеді. My shoes are very dirty. I must clean them. Келесі слайдқа. I'm tired, but I'm not hungry. Мен шаршадым, бірақ менің қарным аш емес. Мына жақта to be етістігі болымды және де теріс формасы берілген бізге. Келесі сөйлемде бізде Tom isn't interested in politics. Tom isn't. Алдында айтылғанда бізде қысқартылған түрі кездесіп тұр бұл жерде. To be етістігі. Jane isn't at home at the moment. She's at work. Jane қазір үйде емес. Isn't қысқартылған формасы. Мына жерде болымды сөйлем she's at home. Ол үйде. Келесі сөйлем Those people aren't English, they are Australian. Адамдар ағылшындар емес, олар австралиялықтар.
бұл жерде бізде болымсыз түрі көпше түрде көрсетілген және қысқаша түрі болымды сөйлем құрастыратын to be етістігі бар. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз осымен аяқталды. Видеоның соңында сілтеме берілген. Сол сілтемені өту арқылы сіздер Google формадағы тестті тапсыра аласыздар. Bye bye, all the best.